Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ученики! Бүгін бізде сабақтың тақырыбы «Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?» Мы сегодня с вами повторяем наши прошедшие уроки. Біз қандай тақырыптарды өттік, балалар, еске түсірейікші? Қандай жаңа сөздерді есімізге сақтадық? Какие темы мы с вами до этого проходили? И какие вы новые слова запомнили? Біз сендермен ойыншықтар тақырыбын өттік. Бассейнге барамын. Бассейн туралы әңгімелестік. Солай ма, балалар? Ребята, мы с вами проходили уроки на тему «Покажи свою игрушку. Тебе сколько лет?» Я иду в бассейн, балалар. Енді, какие вы игрушки знаете? Давайте повторим вместе. Қоян, заяц. Арстан как переводится, ребята? Арстан – лев. Түлкі – лиса. Медведь – аю. Медвежонок – қонжық. Піл – слон. Кірпі – ежик. Ендеше бірге тапсырма орындайық. Давайте теперь вместе выполняем задание. Здесь мы должны соединить слова и картинки. И переводим вместе эти слова. Қоян, заяц, арстан. Переводится как лев. Лиса, бұл жерде лиса. Түлкі. Медведь, аю. Слон. Ребята, найдите слон. Где здесь слон? Правильно. А как переводится слон на казахском языке? Піл. Өте жақсы. Кірпі, ежик. Молодцы, ребята. Следующее задание, третье задание. Мы делаем это устно. Ребята, вы знаете, да? Игрушки бывают мягкие и твердые. Балалар, сендер білесіңдер. Ойыншықтар жұмсақ ойыншық болады, және қатты ойыншық болады. Жұмсақ ойыншық қуыршақ, аю, қонжық. Мягкие игрушки кукла, медведь. Ал қатты ойыншыққа мәшине деп айтсақ болады. А твердая игрушка, например, машина. А теперь обратите внимание на эти картинки. Ал енді мұндағы суреттерге назар аударамыз. Здесь мы должны ответить на вопрос «Қандай?». «Қандай» переводится «какой?». Например, бірінші біз пілді көріп тұрмыз, я? На первом картинке мы видим слон, а на втором картинке мы видим ежик. Ежик какой? Ежик маленький. А слон какой? Правильно, слон большой. Бірінші суретте біз пілді, екінші суретте кірпіні көріп тұрмыз. Қандай деген сұраққа жауап береміз? Піл қандай? Піл үлкен, балалар. Кірпі қандай? Кірпі кішкентай. А медведь какой? Он маленький или большой? Аю қандай, балалар? Ол үлкен бе әлде кішкентай ма? Жарайсыңдар. Медведь большой. Аю үлкен. А волк какой? Он маленький или большой? Волк маленький. Қасқыр кішкентай. Ребята, это у нас письменная работа. Пишите в тетради. Первое задание. Бірінші тапсырма 40-шы бет. Өзің туралы мәтін құрап жаз. Напишите рассказ о себе.
Тебе сколько лет? Как тебя зовут? Ты в каком классе учишься? В каком городе ты живешь? Что ты любишь? Какие у тебя есть игрушки? Бірінші тапсырмада өзің туралы жазасың. Сенің жасың нешеде, сыныбың, есімің кім, мектебің қандай, нені жақсы көресің, қандай ойыншықтарың бар. Сол туралы қысқаша мәтін құрап жаз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания, ученики.